Сәлем достар, эфирде қызық фильм. Бүгін біз «Лучшие дни» атты фильмге шолу жасаймыз. Қытай мектебінде өмір қайнап жатыр. Жоғары сынып оқушылары университетке түсу үшін 2 айдан кейін өтетін емтиханға дайындалуда. Чен сыныптасының бірдеңені ойлап, ойымдап тұрғанын байқады. Сабақ үстінде наушниктің кесірінен мектеп ауласынан шыққан айғайларды бірден естімейді. Сөйтсе сыртта бағанағы қыздың денесі асфальтта жатыр екен. Сяо Дэннің жердегі мәйіті жүздеген телефонға түсіріліп жатыр. Чен барып оның үстіне күртешесін жауып тастайды. Мектеп оқушылары өлген қыздың оның неліктен секіруге шешім қабылдағанын талқылайды. Детектив Ченнен сол сыныптасымен дос болды ма, және оның мінез-құлқынан қандай да бір оғаш мінез-құлық байқағаны туралы сұрайды. Оқушы қыздардың тіпті дос емес екенін білген полицейлер Ченнің неге оны күртешесімен жауып тастағанын сұрайды. Ху Сяоде не хотела бы, чтобы ее видели такой. Сабаққа оралған Чен орындығында қызыл шалшықты көреді. Бұған дейін өлген қыз Ху Сяоде де дәл осылай қорлық көрген. Чен мектепке жаңадан келген, оның ешкіммен достасуға да уақыты болған жоқ. Анасы несие берушілерге қарыз болған, сондықтан коллекторлар үйге келе бастағанда Чен үндемей тығылып жүреді. Келесі күні мектеп оқушылары терезелерге торлардың орнатылғанын көреді. Столовыйда Ченге мектептегі 3 бұзақы қыздары тиісе бастайды. Ху Сяодеге тиіскен осылар болып шығады, және олар жаңа құрбан тапқан сияқты. Үйге қайтып келе жатқанда олар Ченді итеріп асфальтқа құлатады. Олар қызды полицияға не деп айтқанын мойындауын талап етіп қинайды. Жалғыз басты ана жалған косметикаларды сатады. Сөйтіп ол қызының университетке түсуіне көмектесу үшін заң бұзып жүр. Чен мектептің үздік 10 оқушысының бірі. Күнде таңертең оның анасы контрафакт тауар сатуға шығады. Сабақтан кейін Чен бұзақылардың шабуылынан аулақ болу үшін үйіне қарай асығады. Жолда ол 3 гопниктің біреуді ұрып жатқанын көріп, полиция шақырады. Мұны байқаған бұзақылар қызды ұстап алып, сөмкесін тартып алады. Ченді тізесіне отырғызып, соққыға жығылған жігітті сүюге мәжбүрлейді. Бейшара жігітті тепкілегенін тоқтату үшін Чен оның ернінен сүйеді. Беген жерден ол жігіт соңғы күшімен орнынан тұрып, шабуылшылардың біріне қарсы тұрады. Өз-өзіне келіп, Ченге ештеңе айтпастан үйіне қарай ұмтылады. Бірақ бейтаныс жігіт қызды тауып алып, оған гопниктер алып кеткен ақшасын қайтарып береді. Кейін ол қыздың сынған телефонын жөндей бастады. Ол кезінде ұрланған бөлшектермен айналысқан екен. Сяо Бэй жаңа танысына шарт жасасуды ұсынды. Если заплатишь мне, буду тебя защищать. Ты даже себя защитить не можешь, а еще меня собрался защищать. Чен басында ол шарттан бас тартады. Қыз беделді университетке түсуге үміткер, ал жігіт қарапайым көше бұзақысы. Бас тартқанына қарамастан Сяо Бэй қызды үйіне шығарып салуды жөн көреді. Үйдің қабырғалары Ченнің анасының суреті салынған ондаған плакаттармен жабыстырылыпты. Плакаттарда бұл алаяққа сенбеңіз деп жазылып тұр. Сабақ үстінде плакаттың суреті Ченнің барлық сыныптастарына жіберілген. Бұл бұзақы қыздардың бірі Вэйлайдың жасаған ісі болса керек. Чен жылап класстан шығып кетеді. Көңілі түскен қызды Сяо Бэй мотоциклмен күтіп алады. Кейін өзінің қарапайым үйіне қала шетіндегі кішкентай лашыққа әкеледі. Жігіт оқушы қызды кеспемен тамақтандырады. Чен телефонды өшіруге мәжбүр, өйткені оған мазақ ететін SMS хабарламалар келіп жатыр. Бұзақы жігіт одан өзін ұнатады ма, және онымен жатқысы келе ме деп сұрайды. Сосын оны қабырғаға тақап, оны жақсы жігіт емес, бандит екенін еске салады. Дене шынықтыру сабағында Ченді сыныптастары елемейді. Ал Вэйлай оның басына доп лақтырады. Келесі доп қыздың бұтына ұшып тиеді. Чен ашуланып кетті де қарсылық көрсетеді. Бірақ содан кейін арамзақ қызды баспалдақтан түсіріп жібереді. Ол Ченнің артынан оңайлықпен қалмайтынын түсіндірді. Бір сыныптасы Ченге тағы бір ай күтуін өтінді. Себебі бір айдан соң олар Бейжіңге оқуға түсуге кетеді. Чен шыдамды қыз, өйткені ол марқұм Сяо Деден де күшті. Они издевались надо мной все это время. Почему никто из вас ничего не сделал? Чен детективке сыныптасын қорлаған бұзақылар туралы айту керек екенін түсінді. Бұзақы қыздардың барлығы өздерінің кінәсіз екенін айтып, олардың қатысын жоққа шығарады. Разве плохо, что Ху Сяоде умерла? Как еще ее мама получила бы такую большую выплату? Келесі күні детективтер қалған мектеп оқушыларынан жауап алады. Аға әріптесі Джанға мектептегі қорлау жағдайлары өте күрделі екенін айтады. Балалық шағында олардың өздері де қорқытатын, немесе өздерін қорлаған адамдар болды. Кейін 3 қыз да оқудан шығарылды. Бірінің анасы қызына екінші мүмкіндік беруді сұрап тізелеп отырады. Ал тағы бір әке қызын бұрынғы сыныптастарының көзінше ұрып соғады. Сынып жетекшісі Ченнің істегенін дұрыс деп сендіреді, ал өзі болса жұмыстан босатылады. Детектив Жанның Чендікіндей көңілі қалады. Өйткені бұзақылар әлі де қабылдау емтихандарын тапсыра алады екен, және олар бұдан да ауыр жазаға лайық.
Детектив Вэйлайдың көзіне қарағанда оның нағыз социопат қыз екенін түсінеді. Ченнің мамасында проблемалар туындады. Оның сатқан косметикалардың кесірінен сатып алушылар аллергияға ұшырады. Сондықтан ол әзірге үйінде жасырынып, қызына көмектесе алмайтын болады. Мұғалімдер оқушылардан олардың арасында қорқыту, қинау секілді мәселелер пайда болса, дереу мұғалімдерге хабарлауды сұрайды. Чен сыныптастары арасынан бірлескен фотода күлмеген жалғыз қыз болады. Бір күні бұзақылар оны қуыс көшеде қоршап алады. Олардың қолында пышақ пен тышқандар салынған тор болды. Қыз оларға төтеп беріп қашып кетеді. Ол қоқыс жәшігіне тығылады. Бір бұзақы басқалардың артынан үлгермей қалып қойып, Ченнің телефонының шырылдағанын естиді. Бірақ қандай да бір себептерсіз ол үндемей кетіп қалады. Сөйтіп олар Ченді оның үй жағында күтпек болады. Сондықтан Чен Сяобэйге келуге мәжбүр болды. Қыз оны қорғауды сұрайды. Өйткені ол аман қалып кейін оқуға Бейжіңге кетуі керек. Түн ортасында жігіт Ченнен оған бір өтінішке қарыз екендігі туралы қолхат жазуды сұрайды. Енді Сяобэй Ченнің артынан көлеңке секілді, оны мектепке дейінде қайтып келгенше де қорғайды. Бір күні ол тіпті Вэйлайға шабуыл жасап, бұрынғы сыныптасына енді тиіспе деп қорқытады. Мектеп оқушылары ата-анасы мен ұстаздарын жерге қаратпауға ант беріп жүргенде, Сяобэй заңсыз істермен айналысып, үнемі төбелесіп отырады. Ол сабақ оқуға босқа уақыт кетіргісі келмейтінін айтып жүреді. Ченнің анасы көшеде жүруге қорыққандықтан Сяобэй оны да қорғап жүреді. Сяобэй үйге әрдайым денесі көгеріп келеді. Ол 13 жасынан бері таяқ жеп келген, бірақ Чен оның жағдайын сұраған бірінші адам болып шыққан. Енді олар ажырамай үнемі бірге жүреді. Сяобэй екеуі жақындай түсуде. Чен бұл қаладан екеуі бірге қашып құтыламыз деп үміттенеді. Бір күні түнде Сяобэй мен оның достарын полиция бөліміне алып кетті. Тәртіп сақшылары қылмыс жасаған бір зорлаушыны іздеп жатыр, ал қыз қылмыскерді анықтау керек. Чен досының қайда жоғалып кеткенін және телефонда неге көтермейтінін түсінбейді. Осылай қыз қорғаусыз қалды. Бұзақылар мүмкіндікті пайдаланып, топтасып Ченді ұрып-соғып, телефондарына түсіре бастайды. Ченді тізерлеп қойып, оқушы қыздың шашын қияды. Бірақ бұл нәрсе ақмақтарға жеткіліксіз болды. Сондықтан олар күліп тұрып қыздың киімін жырта бастады. Шолы тобырдың арасына бөтелке ұшып келді. Содан кейін Вэйлай оларды бейнебақылау камералары түсіріп алған деп ойлайды. Сяобэй мүмкіндігінше тез үйге жетіп, киімдері жыртылған қызын көреді. Ол зұлымдарды тапқысы келді, бірақ Чен оны құшақтап ұстап жібермейді. Байғұс жылап жібереді. Сяобэй де көз жасын тыя алмады. Таздақтарды кетіру үшін ол сүйіктісінің шашын қайшымен қысқартуға мәжбүр болды. Ол Ченді қолдап өзінің шашын да қырып алады. Бақытсыз достар бірге суретке түседі, ал емтихан бірнеше күннен кейін өтеді екен. Оқушылар Ченнің қазіргі түрін көргенде класс үнсіз қалады. Кешке мектеп оқушылары сәттілік үшін аспан шамдарын ұшырды. Осы жаңбырлы күні 9 миллион оқушы емтихан тапсырады. Олардың ата-аналары балаларға қолдау көрсетуге келді, ал Ченге оның жақын досы Сяобэй келеді. Сынып жетекшісі соңғы нұсқауды береді. Лента қиылып мектепке кіргізіледі. Сұрақтар салынған конверттер ашылғанда, қаланың бір жерінде бір жұмысшы жердің астынан өлі денені тауып алады. Емтихан уақыты біткен кезде әлгі мәйіт корнердің үстелінде жатыр. Қайтыс болған мәйіттің саусақ іздерінің мектептегі бұзақы қыз Вэйлайдікі екені анықталады. Тергеушілер қылмыс болған жердің маңында байқалған көлік иесінен жауап алуда. Багажниктен қан іздері табылды. Көлік иесі өзінің досы Сяобэйге көлікті берген екен, және досын сатпау үшін ол туралы үн қатпайды. Сондықтан оның көлігін біреулер ұрлап кетті деп мәлімдейді. Вэйлайдың құрбылары оны Чен өлтірді деп айыптайды. Өйткені жақында олар оны аяусыз қинаған. Видеолары бар телефон детектив Джанның қолына түседі. Полиция дереу қыздың үйіне келді. Полиция келгенде Чен олардан тек қалған 2 емтиханды тапсыру үшін оған уақыт беруді сұрайды. Бірақ полиция қызды бөлімшеге жеткізеді. Бойжеткен емтиханға дайындалудан алаңдамау үшін шабуыл туралы ешкімге айтпағанын және сол оқиғадан кейін Вэйлайды енді көрмегенін айтады. Ал кісі өлтірген күні ол әдеттегідей үйде сабақ оқып жатқан. Детективтер Ченге емтихан тапсыру үшін оны әзірге үйіне жіберуге шешім қабылдады. Чен болса Сяобэй және болған оқиға туралы ойлайды. Ақырында барлық емтихандар тапсырылып, мектеп оқушылары жеңілдеп тыныс алады. Бірақ Чен емес, Сяобэй оны көшеден күтіп тұрады. Ол қызды ұстап алып, оның артынан аңдып келе жатқан полицейлер қуып жетпес үшін есікті жауып тастайды. Сяобэй қыздан оған шабуыл жасағандай көмекке шақыруын талап етеді. Сяобэй әлі күнге дейін болашағы жоқ адасқан адам. Я пытался изнасиловать Вэйлай, но случайно убил ее. Нет, ты не мог. Оставил улики.
бірақ ол Ченді жақсы көреді және оны құтқарғысы келеді. Сяобэй кәмелетке толмаған, оған жеңіл жаза тағайындалады және қыз университетті бітіргенде олар қайтадан кездесе алады. Сяобэй Ченнің киімін жыртып, оны соңғы рет сүйіп, полицейлердің көзінше бірнеше рет шапалақпен ұрады. Участокте детективтер Сяобэйге сұрақ қояды. Оның терісі жәбірленушінің тырнақ астынан табылған, қолында терең сызаттар бар. Жігіт мәйітті қалай көміп, киімдерін өртеп, Ченмен түскен суретін өшіріп тастағанын есіне алады. Сяобэй Вэйлайды зорлағысы келіп, бірақ ол қарсылық көрсете бастағанын және ол оны абайсызда өлтіргенін айтады. Ал Чен болса өткен жағдайдың шынымен қалай болғанын есіне алады. Вэйлай оның жолын кесіп, зорлық көрсеткенге байланысты полицияға хабар бермеуін өтінеді. Ақшасын ұсынады және оған да оны қинап ұруын сұрайды. Ол жылап тізерлеп отырады, бірақ Чен жай ғана бұрылып кетіп қалады. Сөйтіп Ченнің артынан қалмай ереді, онымен дос болуды қалайтынын айтады. Бірақ уақытта Ченнің анасы туралы айта бастады. Ченнің анасының қарыздарын жабу үшін ақша ұсынғанда, Чен ашуланып Вэйлайды итеріп жібереді. Ол олардың тік баспалдақпен келе жатқанын ұмытып кетіп, төмен түсіп кеткен оқушы қыз басын бірнеше рет ұрады. Чен Сяобэйді танымайтынын айтқанымен, детектив Джан камералардан жігіттің әрқашан оның жанында жүргендігін көреді. Джан жігітке қыздардың Ченді қалай қорлағаны туралы видеоны көрсетті және Сяобэй өзінің эмоциясын көрсетпей шыдайды. Көрші кабинетте полицейлер Ченге қысым жасап, кісі өлтіруге қатысы барын мойындауды талап етеді. Детектив Джан жігіттен оларды ақымақ санамауды сұрайды. Жігіт қылмысты мойындағаннан кейін де Чен басты күдікті болып қала беретіндігін жеткізеді. Ал басқалары қызға Сяобэйдің түрмедегі зорлаушылардың тағдыры секілді не болатынын сипаттайды. Сондықтан ол екеуінің байланыста болғанын мойындағаны жөн, бірақ оларға қанша қысым жасалса да ғашықтар ешнәрсе мойындамайды. Я его не знаю. Может, познакомимся сейчас? Джан Сяобэйді ондаған жылдар бойы темір тордың артына тастаса, қыз ол нәрсеге шыдамайды деп есептейді. Никто не возьмет на себя убийство и изнасилование, чтобы кого-то защитить. Мы нет. Но они подростки. Ченді анасы полиция бөлімшесінен алып кетті. Қыз мектепке оралды, ал Сяобэйдің достары тағы да соққыға жығылады, ал оның өзі темір тордың артына тасталды. Ол Чен екеуінің бірге болғанын есіне алды. Бұл уақытта басқа қарапайым оқушылар мектеп бітіргеніне қуанады. Чен емтиханда ең жоғары балл алды және елдегі кез келген университетке түсе алады. Анасы ол үшін өте қуанышты. Детектив Джан түлекті құттықтауға келеді, бірақ қыз енді онымен сөйлеспейді. Джан жақсы жаңалықпен келгенін айтып, Сяобэй өлім жазасына кесілгенін хабарлайды. Қылмыстың ауырлығына байланысты сот жедел үкім шығарған екен. Сяобэй қызға өзін кәмелеттік жасқа толмаған деп өтірік айтқан. Чен жылап жібереді. Ол Джаннан оларды жалғыз қалдыруын сұрайды. Тым болмаса біреуін бостандыққа жібергісі келмейтіндігі туралы айыптайды. Чен полицейді ұрып соғып, тістеп алады. Содан кейін детектив өтірік айтқанын мойындайды. Үкім әлі шығарылған жоқ, бірақ ол ондаған жылдар бойы отырады, ал қыз болса тек 1-2 жылмен ғана кететін еді. Ақырында Чен бәрін мойындауға шешім қабылдайды және детектив оны Сяобэймен кездесуге әкеледі. Олар енді ешкімнен жасырмай бір-бірін көргенде күлімсіреп қарсы алады. Олар бір мезгілде күліп жылай бастады. Еңбекқор студент пен бұзақы жігіт. Чен соңғы емтиханды тапсырған секілді өзін әлдеқайда жақсы сезінгенін мойындайды. Ол 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Енді міне жылдар өткен соң ол ағылшын тілінен сабақ береді. Мұғалім бір оқушыға көңіл аударады. Оқушы өзін өте нашар сезініп тұрғаны көрініп тұр. Чен оны назардан тыс қалдырмай, қыздың мәселелерін тыңдап үйіне дейін шығарып салады. Осы кезде бұрынғыдай Сяобэй өзінің сүйіктісін қорғау үшін Ченнің соңынан еріп жүреді.